Қайырлы күн, достар. Есен сау жүрсіздер ме? Тікелей эфирге қош келдіңіздер. Кітаптар әлемінде сіздермен бірге мен Салтанат Әбдіғали. Демалыс күндеріңіз мәнді де сәнді мамыражай күйде өтсін, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын, қуанышқа толсын. Бүгін біз сіздермен жас қаламгер Жәмила Бахтиярқызының Бәйшешек атты кітабы жайлы ой бөлісеміз. Ендеше кітаптан үзінді оқып, шолуымызды бастаймыз. Жадымда сақталғаны осы ғана. Біраз уақыт өтіп, қайта ояндым. Өзіме белгісіз қараңғы жат әлемде ояндым. Сол әлемнің кеңістігінде самғадым. Бойымды баураған әлсіздік, жанымды ашытқан дерт бір сәтте ғайып болды. Ол әлемде мені ешкім көрмейді, ал мен барлығын көрдім. Үзілген үміттердің, ізгі тілектердің, аңқау жүректердің арасында қалықтай ұштым. Ессіз жатқан адамдардың жүрегінің тыңдадым. Ақ жүректер өмір сүргім келеді деп баяу болса да үзіліссіз соқты. Бұл жер жан сақтау бөлімі еді. Бір сәт жерге қайта түстім. Жоқ, жерге емес, талайды мәңгілік сапарға шығарып салған, талайды мәңгілік белгісіздік мекеніне өмірге қайта аттандырған темір төсекке оралдым. Адамды өз қалауынсыз ұйықтатып тастайтын ащы дәрінің әсерінен болар, көзімді аша алмадым. Тағы да қараңғылық. Екі әлем мен үшін таласты, ал мен өмір үшін күрестім. Бәйшешек туындысы тылсым дүниелермен байланысты жазылған. Кітапты оқып шыққан оқырмандар болса мені жақсы түсінеді. Өліп тіріліп ғайыптар әлеміне енген жандар бар. Сондай шығармалар да бар, иә? Жәмила қызымыз да басынан осындай оқиғаларды өткерген. Ол аспан әлеміне, мөлдір әлемге еніп, тазалықпен жолығады. Бәйшешек тағдырмен жазылған кітап. Бірнеше ай өтіп, денсаулығым нашарлап, әлсіздік бойымды толықтай меңдеп алды. Мектепке баруға шамам да қалмады. Сап-сау шауып жүрген баланың кенеттен жатып қалғаны белгісіз құбылыс еді. Сабақты үйден оқитын болдым. Ата-анамның уайымы еселене берді. Олар Құдайға жалбарынып, күндіз-түні менің саулығымды тілеп отырды. Кейде түнгі 3-те оянып, қасиетті Құранның сүрелерін таң атқанша оқып отыратын. Таңға жуық бір мызғып алып, әкем жұмысқа кететін. Ал анам жанымды бағып қалатын. Мен 11-ге енді толған бала едім. Мектебімді қатты сағынатынмын. Жаңа мектепке бірнеше айдың ішінде бауыр бастым, бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Сырқат баланың мектепке деген, достарына деген сартап сағынышы дөп берілген. Ол достарымен бірге далаға шығып, асыр салып ойнағысы келеді. Мектептің партасында отырып жазу жазғысы келеді. Жәмиланың жанындағы қайғысын ешкімнің басына бермесін. Кітапты оқып отырған кезінде еріксіз жүрегің шым-шым етіп, көңілің құласып кетеді. Ары қарай кеттік. Жан сақтау бөлімі. Ойым шатасып кетті. Иә, мектеп баяғыда ұмытылған әңгіме. Қазір маған бір күндік өмірден артық еш нәрсенің де керегі жоқ. Өлім жайлы ойлағым келмесе де ойлаймын, себебі дәл қазір алдымда бір жан үзілді. Қарт кісет, медбикелерменен мұны жасыруға тырысқанымен мен сезіп қойдым. Жанымда үзілгелі қаншама адам жатыр. Сағаттың шықылдағы емес ермек, хамиша өмір өтпек, ол білдірмек. Бір минут бір кісінің өміріне ұқсас, өтті, өлді, тағдыр жоқ қайта келмек деп жырлайды Абай. Рас, өмір деген бір минуттық сәт. Бұл ойға жан сақтау бөліміндегі адамдарға қарап келдім. Әрбір адамның өз тағдыры, өз хикаясы бар. Біреуінің хикаясы ерте бітеді, басқасының хикаясы романға ұласады. Бәлкім өмір романын жазып шығу үшін мықты қалам қажет шығар. Бұл өмірге деген құштарлық. Жан сақтау бөлімінде жатқан баланың өмір мен өлім арасындағы арпалысы шынайы суреттеледі. Қаршадай баланың өлім туралы ойлағысы келмейтіні, оның өмірге деген ұмтылысы жан тебірентеді. Өмір деген алып күш тас бұғауды бұзатын,
басса да жерді қалың мұз, жарып оны шығатын деп Сартаев ақын жырлағандай, Жәмиляның өмірге деген талпынысы, неткен қайсарлық, жігерлілік, тәнті боласың. Адамның бойын меңдеген осындай ауыр дерттен тек осындай асқақ, өршіл рух алып шығады. Қадірлі оқырман, арасында кітап жайлы пікірлерге кезек беріп отырайық. Жәмиляның өміріне бойлап, бұл шығарманы ойына сіңіре зерделеген әр адам жанұшыра өмір сүріп келе жатқан жап-жас қыздың ой санасының әр қайсымыз үшін қаншалықты құндылығын, Аллахқа деген адал сезім мен сенімге беріле жүріп, өз ғұмырымыздағы күрестерімізде қаншалықты жеңіс нәтижелерге жету жолында мол мүмкіндіктер ашылатынын айқын дәлелдеп тұрған нағыз үлгі. Солай болғандықтан да сірә кітапқа қосымша сенім, күрес, жеңіс деп ат қойылған. Яғни адал сезім мен сенім, білімдар мақсатпен күрес, тоқтаусыз, толассыз ізденіс пен ұмтылыстар ғана адамды алдыға қойған мақсаттарға жеткізбей қоймайды екен. Әділеттің ақ туы осында. Әшірбек Көпіш ағамыз жазушы, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері. Осылай деген екен. Ары қарай кеттік, достар. Ауру мені тұншықтыра жаздаған сол бір қиын сәттерде көп сөйлей алмайтынмын. Басымды бір изеп қойып, ойымды ишаратпен жеткіздім. Сондай күндердің бірінде қолыма қалам алып, ақ парақтың бетіне жаратушыма хат жаздым. Сыртында Аллаға хат деген жазуы бар бүктелген ақ қағазды әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Сол хатта жаратушыма бар мұңымды шағып, соншалық қол жетпес көрінген армандарымды және өмірлік сценариімді жазыппын. Қазір Аллаға шүкір 21 жастамын. Сенесіз бе, сол хатта жазылған әрбір сөз менің бүгінім, барлық армандар мақсатыма айналды. Автордың Аллаға хат бала жүрекпен жазылған, я? Бала кезімізде барлығымыздың қиялымыз ұшқыр болады, тереңде тұңғиық болады, таза болады. Әсіресе науқас адам арманшыл келеді ғой. Осы жерде тағы бір үзіндіге тоқталып кеткім келіп тұр. Алғашқы сезімім Құдайға, өмірге және адамдарға деген махаббаттан басталғанына шүкір деймін осы күні. Ұлы Абайдың махаббатпен жаратқан адам затты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті деген ғұмырлы сөзі еске түседі. Алланың құлына деген махаббаты шексіз. Құдай пендесін ата-анасынан да қатты жақсы көреді деген керемет хадисті естіген шығарсыздар. Кейде әкемнің маған деген махаббатына қараймын да көзім жасқа толады. Сонда Алла мені бұдан да артық жақсы көре ме деп жүрегім дүрсілдеп кетеді. Жәмиля осы жерде жаратқанға жалбарынып, Аллаға құлшылық еткен адамдардың арманына жететінін жақсы жеткізген. Сонымен бірге кітапта анасына деген махаббатын, осы жерде әке мен қыздың арасындағы сыйластық, қимастық, жақсы көру сезімдерін әсерлі көрген, оқырманды бейжай қалдырмайды. Он 17 жастағы қыздың өмірін сүріп келем. Бірінші курсты қызығып оқып жүрмін. Кейде дәл осындай күнге жеткеніме сенбеймін. Асқақ армандарымнан, бала қиялдарымнан құралған ұзақ түспе деп қоям. Білесіздер ме, сондай күндердің бірінде өзімді соншалық бақытты сезіндім. Жанымды жалындаған бақыттың ұшқыны қытықтап, көзім шаттықтың жасына малынатын. Бұл құбылыс физикалық тұрғыда қайталанып тұрушы еді. Курстастарыммен күліп ойнағанда, достарыммен сырласқанда, қызықты әрі пайдалы дәрістерге асыққанда, ұстаздардың тағылымды сөздерін тыңдағанда осындай күйге енуші едім. Сөзбен жеткізе алмаймын. Құдды бір өз өміріме ғашық болғандаймын. Көкірегіме көбелектер қонғандай, жүрегім жаңадан тыныс ала бастағандай. Осылайша уақыт зымырай берді. 17 жасар қыздың, Жәмиляның қиялының, арманының алатаудай асқақ екенін көрдік. Достармен бірге өткізген бақытты күндері, ұстаздарының айтқан ұлағатты сөздері біздің Жәмилямыздың жан дүниесін одан әрі байыта түседі. Өмір жолында осындай биік мұраттарыңа, мақсаттарыңа қол жеткізіп, шыңдарды бағындыра бер, өмір жолың ашық болсын деп тілейміз Жәмиляға.
Бүгінгі хабарымды достар, мен шығарманың мына бір бөлімінен аяқтағым келіп отыр. Қазір мен жарық бөлменің ақ бұрышында тереземнен қол бұлғап жатқан 21-ші көктеміме қарап, қарлығашым ең алғашқы кітабымның соңғы парақтарын жазып отырмын. Бұл көктемге жүрегімді тербеткен мұсылманның кәлимасын айтып, аузымды бекітіп кірдім. Биылғы қыстың соңында қасиетті Ережеп айында ата-анама қосылып ораза ұстадым. Дінімнің діңгегін танығалы дәл осылай бақытты болып көрмеппін. Кезінде өз күшімен тыныс ала алмаған қыздың бүгінде ауыз бекіткені әлемнің бір ғажабы емес пе? Құдайға деген махаббат барда мұндай ғажайыптардың талайын көрермін әлі. Жәмиляның өмірге деген іңкәрлігі, құштарлығы ол оқуға түскеннен кейін тереңдей түседі. Ол білмекке ұмтылады, осы жолда сырқатын ұмытады. Дәрігерлердің ескертпесіне қарамастан өзін күштеп, тынбай іздене бастайды. Ол өзі арманынан адаспайтынына сенеді, бір Алладан медет тілейді, және осы ақ жолда арман асулары қол жеткізе бастайды. Бұл бүгінгі жастарға үлгі боларлықтай дүние. Себебі қазіргі таңда сәл қиындыққа төзе алмай, біздің жастарымыздың көпшілігі бой кездікке бой ұрып, өмірден баз кешіп жатқан жоқ па? Өмір Алла тағаланың адамға берген үлкен сыйы, бір-ақ рет берілген. Аз ғана ғұмырымызда армандарымызға күреспен ұмтылайықшы деген ой келеді Жәмиляның осы кітабын оқып шыққаннан кейін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жәмиля, айналайын, өзіңе шалқар шабыт, табыс, шаттық, бақыт тілейміз. Өмір жолың сәулелі болсын, ғажайыптарға толы болсын, көркем ертегідей болсын, жаратқан жар болсын өзіңе. Ал достар, келесі тікелей эфирде жүздескенше айналамыз аман, төңірегіміз түгел болсын. Жақсылықпен жүздесейік, үміт гүлдеріңіз солмасын.